Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы адамның иммундық тапшылық вирусы, герпес вирустар, табиғи ошақтық вирустық инфекциялар қоздырғыштары, арабды вирустар, арба вирустар. Көрдіңіз, вирустар өте көп. Солардың бәрін талдаймыз. Адамның иммундық тапшылық вирусы ретровиридая тұқымдасына жатады, лентивириная. Сосын екі түрі бар. Бірінші ВИЧ-тің бірінші типі және екінші типі. Сыртқы пішіні морфологиясына келсек, қос жіпшелі рынкадан тұрады, пішіні сфера тәрізді, 100-120 нанометр өлшемі, симметрия типі кубтық, суперкапсиді бар, күрделі вирустар қатарына жатады екен. Сыртқы пішіні мына жерде көрсетілген суретте сіздерге. Антигендері, көптеген антигендік құрылысы өте күрделі. Антигендері көп, беткейлік антигендері бар, JP 120-41 деген, ішкі антигендері бар 18-24. Қоршаған ортаның факторларына бұлар тұрақсыз. Хлороформ, эфир әсерлерінен олар тез тіршілігін жойып кетеді екен. Донорлық қанда ұзақ сақталады, ультракүлгін әсеріне тұрақты. Таралуы инфекцияның есірткі қолданатын адамдар таратады әдетте, жыныстық қатынас арқылы түседі. Жыныстық серіктесін жиі ауыстыратын адамдарда 80% жағдайда адамдар ұзақ өмір сүре алмайды. 70% жағдайда кетірі, 10% жағдайда гомосексуалдық қатынас нәтижесінде жұғады. Берілу жолдары жыныстық жол, ең негізгі жол. Ана сүтін емізгенде ана сүтімен балаға жұғуы мүмкін, парентералды жолмен жұғады. Яғни препараттарды қолдану, жұқтырылған қан арқылы жұғу қаупі бар. Бұл жерде мына вирустың көбею несі көрсетілген. Клиникалық көрінісіне тоқталайықшы. Инкубациялық кезеңі 2-4 аптаға созылады, бірнеше айларға созылуы мүмкін. Біріншілік көріну сатысы 1-2 аптаға дейін. Әдетте адамдарда температура жоғарылайды, лимфаденопатия болады. Қанда жаңа антигені 2 аптадан соң антидене пайда болады, антигеніне қарсы. Екіншілік көріну сатысы бірнеше айдан 10 жылға дейін созылу қаупі бар. Сонда иммунды бұзылулар болады, орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. CD4 жаңағы жасушасының азаюы байқалады. Клиникалық көрінісі соңғы АИТВ инфекция, оппортунистикалық инфекциялар түрінде болуы мүмкін. Яғни АИТВ кезінде кез келген инфекция өршиді. Пневмоцистік пневмония, токсоплазмоз, кандидоз, герпес сияқты инфекциялар өршіп кетуі мүмкін. Микробиологиялық диагностикасында әдетте вирустың антигенін және антиденелерді жаңағы адам иммундық тапшылық вирусын иммунды ферментті талдау реакциясы арқылы анықтап иммуноблот реакциясымен дәлелдейді. Қазақстанда адам иммундық тапшылық вирусы 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап белгілі бізде осы уақытқа дейін. Өлім өте көп. Келесі талдайтынымыз ұшық вирусы. Ұшық вирусы тұқымдасы герпес виридая тұқымдасына жатады. Ол үшке бөлінеді, альфа, бета, гамма деп. Сыртқы пішіні сфера тәрізді, диаметрі 120-200 нанометр, суперкапсиді бар. ДНК-лық вирустар қатарына жатады. Ұшық вирусының сипаты мына суретте көрсетілген сфера тәрізді. Қоршаған орта факторына сезімтал, тұрақтылығы көрсетілген жерде. Эпидемиологиясы әдетте адамның ерні, көз, мұрын, шырышты қабықшасын зақымдайды, зәр шығару жолдарын зақымдауы мүмкін. Инфекцияның берілу жолдары бірнеше жолдары бар. Ауа тамшы арқылы, жыныстық жолмен, контакт арқылы, вертикальды жолмен, тік жол дейміз, транспланцетарлы және босану жолдары арқылы жұғу қаупі бар. Патогенезі жерде көрсетілген. Симптомдары әдетте ерінде, мұрын ұшында,
мөлдір көпіршіктер пайда болуымен, сосын ол 7-10 күннен кейін көпіршіктер құрғап түсіп қалады екен. Шұқ вирусының 3-ші типіне тоқталсақ, ол желді шешек деп аталады. Әдетте ол интоксикация мен экзантема пайда болуымен, даже латентті инфекция түрінде вирустың ұзақ мерзімді персистенциясымен сипатталады екен. Желді шешек вирусы әдетте варицелла зостер тудырады оны. Аурудың қоздырғышы. Инфекция көзі науқас адам, ауа тамшы арқылы беріледі. Иммунитет ауырғаннан кейін тұрақты иммунитет қалыптасады. Әдетте инкубациялық кезеңі 10 күннен 23 күнге дейін созылады. Клиникасы әдетте өткір түрінде басталады, массивті бөртпе пайда болады денеде, дене қызу көтеріледі, осындай қызылдақтар пайда болады. 4-ші типіне тоқталсақ, ол жұқпалы мононуклеоз. Бұның сипаты қызудың көтерілуі, лимфаденопатия, бадамша безінің қабынуымен сипатталады екен. Қоздырғышы бұның шұқ вирусының 4-ші типі Эпштейн-Бар вирусы. Инфекция көзі науқас адам, берілу жолы ауа тамшы арқылы, инфекцияның ену қақпасы араның шырышты қабаты. Клиникасы әдетте инкубациялық кезең 4 күннен 15 күнге дейін созылады. Бадамша безінің қабынуы біз танзелит дейміз. Алғашқы күннен бастап осы қабыну байқалады. 3-ші шұқ вирусының енді 5-ші типі цитомегалы вирусқа тоқталайық. Цитомегалия шұқ вирусының 5-ші типіне жатады. Берілу жолы жыныстық жолмен, трансплантарлы контакттық тұрмыстық жолмен жұғады. Бірнеше формасы бар вирустың: туа біткен, өткір формасы, таралған формасы. Зертханалық диагностикасы: зерттелетін материал әдетте визикуляларды, сілекей бөлігін, қан, ми жолын, сұйықтығын зерттесе, микроскопия арқылы вирусологиялық әдіс, серологиялық әдістермен зерттеледі. Ерекше сақтандыру үшін герпестік өлі вакцина қолданады, емдеу үшін ацикловир жақпасы қолданылады. Келесі біздің тоқталатын вирусымыз рабдовирустар. Рабдовирустар рабдовиридая тұқымдасына жатады, лизавирус туыстығына жатады. Құтыру вирусы дейміз, бұл миксовирустар қатарына жатады екен. Құтыру вирусы әдетте орталық жүйке жүйесін зақымдайды, соңы өліммен аяқталатын өте қатерлі вирус. Құтыру вирусы РНК-лық вирус, пішіні оқ тәрізді, суперкапсиді бар, өте күрделі вирус. Көбеюі репродукциясы цитоплазмада жүреді. Мына сипаты, міне құтыру вирусының суреті. Эпидемиологиясы: әдетте бұл вирус зоонозды инфекция, яғни адамнан адамға жұқпайды, жануарлардан жұғады. Инфекция көзі әдетте барлық сүтқоректілер, иттер, мысықтар, ірі қарамал, жыртқыш аңдар. Негізгі таралу жолы тістеу арқылы, шырышты қабатқа түскенде сілекей арқылы түседі екен. Аурудың 2 типін ажыратады: жабайы ормандық құтыру вирусы дейміз, сосын қалалық вирус дейміз. Қалалық әдетте ауру иттер мен мысықтар арқылы, ал жабайы жануарлар арқылы жұғады екен. Антигендері 2 түрлі антиген ажыратады: фиксацияланған вирус, вирус фиксия дейміз, бұл пастер ашқан. Екінші көшелік вирус. Бұл көшелік вирус құтыру вирусының қоздырғышы. Ал фиксацияланған сол көшелік вирусты бекітеді жануарларға зақымдау арқылы. Патогенезі: зақымдалған тері арқылы енеді, одан кейін жүйке жүйелерін қабындырады, одан кейін сілекей бездерін қоса. Клиникасы: 1 аптадан 3 аптаға дейін және 1 жылға дейін созылуы мүмкін инкубациялық кезеңі. Нәтижесінде адамда мазасыздану, ұйқының бұзылуы, бұлшық еттердің тонусының бұзылуы, жұтудың қиындауы, сіңірдің тартылуы, комаға түсу сияқты сипат алады екен. Микробиологиялық диагностика: сілекей зерттейді, секрециялық материал, вирусологиялық, вирусоскопиялық, серологиялық, биологиялық әдістерді қолданады. Енді алдын алу үшін қолданатын келесі препараттарды атап көрсетуге болады: антирабикалық өлі вакцина, сосын антирабикалық өлі вакцина иммуноферми деген вакцина бар, сосын иммуноглобулин антирабикалық. Арбовирустарға тоқталамыз. Арбовирустар өте ұсақ вирустар қатарына жатады. 45-75 нанометр РНК-лық вирус, суперкапсиді бар, яғни күрделі вирус. Көбеюі цитоплазмада жүреді екен.
арбовирустарға кенелік энцефалит вирусы жатады. Олар жүйке жүйесінің өткір вирусты инфекциясы қатарына жатады. Вирустың резервуары, оны тасымалдаушылар экзотты кенелер, қосымша резервуар жануарлар мен құстар болады. Инфекциялық процесс міндетті түрде адамдарда жүреді. Антигендік құрылысы бойынша бірнеше антигендер бар: түрлік спецификалық, топтық спецификалық, туыстық спецификалық және құрылымдық емес ерігіш антигендері бар. Эпидемиологиясы бұл вирустың әдетте мерзімділік, сезонный дейді, жұқтыру, яғни жұқпалы кене немесе ешкінің сүті, сиырдың шикі сүті, осыларды қолданғаннан кейін даму қаупі бар. Жалпы адамға түскенде олар интоксикация, улану береді екен. Микробиологиялық диагностикасын зерттелетін материал қан, ми жылын сұйықтығы, секрециялық материал, зәр зерттеледі, вирусологиялық, биологиялық, серологиялық реакциялар арқылы біз зерттей аламыз. Ерекше сақтандыру үшін қолданатын препараттар кенелік энцефалитке қарсы өлі вакцина және иммуноглобулин қолданады. Назарларыңызға рахмет.